Галилео Галилей ғылымды өзгерткен адам. Ол шіркеуге қарсы шықты, жердің әлемнің орталығы емес екенін дәлелдеді және ғылымның жаңа дәуірін бастады. Бұл Галилео Галилей. Галилео Галилей 1564 жылы Италияның Пиза қаласында дүниеге келген. Алдымен медицина оқыған, бірақ көп ұзамай математика мен физикаға қызығушылығы артқан. Галилей алғашқылардың бірі болып телескопты жұлдыздарды бақылау үшін қолданды. Ол Юпитердің серіктерін, шолпанның фазаларын ашты және Коперниктің гелиоцентрлік моделін растады. Шіркеу жерді әлемнің орталығы деп санады. 1633 жылы Галилейді дінбұзарлыққа айыптады. Ол өз көзқарасынан бас тартуға мәжбүр болды. Галилей өмірінің соңына дейін үй қамақта болды. Соған қарамастан ол өз жұмысын жалғастырып, екі әлем жүйесі туралы диалогтар атты еңбегін жазды. Бүгінде Галилео Галилей қазіргі заманғы физика мен астрономияның атасы болып саналады. Оның идеялары әлемді қабылдауымызды түбегейлі өзгертті. Галилейдің өмірі жолы бұл ақиқат жолындағы батырлық, ақыл және күрес тарихы.